Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі меңгеретін тақырыбымыз тұрлаусыз мүшенің бір түрі пысықтауыш. Пысықтауыш дегеніміз сөйлемде іс-әрекет қимылдың жай-күйін, мезгілін, мекенін, себебін, мөлшерін білдіретін тұрлаусыз мүшенің бір түрі. Пысықтауыш қалай, қашан, қайтып, не үшін, неліктен, кім үшін, не себепті, қалай қарай деген сұрақтарға жауап береді. Пысықтауышқа мысал келтіретін болсақ, мына тақтадағы сөйлемдерге назар аударайық. Оларды әкесі әдейі шақыртып алған сияқты. Оларды әкесі не үшін шақыртып алған сияқты? Әдейі шақыртып алған сияқты. Бұл жерде пысықтауыш әдейі. 10 жасымда жұмысқа кірістім. Қашан жұмысқа кірістім? 10 жасымда. Ұлжан да өз үйіне беттеді. Ұлжан қайда беттеді? Өз үйіне беттеді. Пысықтауыш құрамына қарай дара, күрделі, үйірлі болып үш түрге бөлінеді. Дара пысықтауыш бір ғана сөзден тұрады. Мысалы, бас инженер ұзақ сөйледі. Бас инженер қалай сөйледі? Ұзақ сөйледі. Бұл жерде пысықтауыш бір сөзден тұр. Күрделі пысықтауыш екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, жайлауға келіп қонғалы бөгде қонақтар келгіш еді. Қашан бөгде қонақтар келгіш еді? Жайлауға келіп қонғалы. Бұл жерде үш сөзден тұр. Яғни бұл күрделі пысықтауыш болады. Үйірлі пысықтауыш баяндауыштық, бастауыштық қатынаста тұрып, бір сұраққа жауап береді. Мысалы, ит жоқта қораға шошқа кіреді. Қашан қораға шошқа кіреді? Ит жоқта. Ит бастауыш, жоқта деген баяндауыштық қатынаста тұрып, екеуі бір сұраққа жауап беріп, үйірлі пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Пысықтауыш мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, мақсат пысықтауыш, амал пысықтауыш, себеп пысықтауыш, мөлшер пысықтауыш. Мезгіл пысықтауыштың сұрақтары қашан, қай уақытта, қай кезде. Мезгіл пысықтауыштың жасалу жолына келетін болсақ, мезгіл пысықтауыш мезгіл үстеуінен, жат септіктегі мезгіл мәнді зат есімнен, септеулік шылаулы сөзден жасалады. Мысалы, жазды күні шілде болғанда, қашан шілде болғанда, бұл жерде мезгіл үстеуінен жасалып тұр. Таңертеңгі шайдан соң Абай әкесіне келді. Қашан Абай әкесіне келді? Таңертеңгі шайдан соң. Бұл жерде соң деген септеулік шылау арқылы жасалып тұр. Мекен пысықтауыш. Мекен пысықтауыштың сұрақтары қайда, қайдан, қай жерде, қай жақта. Мекен пысықтауыш мекен үстеуінен атау ілік табыстан басқа септікте тұрған зат есімдерден жасалады. Мысалы, біз қала маңынан келдік. Біз қайдан келдік? Бұл жерде мекен үстеуінен жасалып тұр. Қайсар биыл мектепке барады. Қайсар биыл қайда барады? Мектепке барады. Бұл жерде барыс септіктің жалғауы арқылы жасалып тұр. Мақсат пысықтауыш. Мақсат пысықтауыштың сұрақтары кім үшін, не үшін, неге, қандай мақсатпен. Мақсат пысықтауыштың жасалу жолдарына келетін болсақ, бұл мақсат үстеуінен, ғалы келі тұлғалы көсемшелерден, үшін шылауымен келген есім сөздерден жасалады. Мысалы, ол әдейі кірді. Ол не үшін кірді? Немесе ол не мақсатпен кірді? Әдейі кірді. Бұл жерде мақсат үстеуінен жасалып тұр. Сәуле зат алғалы келді. Сәуле не үшін келді? Зат алғалы келді. Бұл жерде ғалы келі деген көсемше жұрнақтары арқылы жасалып тұр. Амал пысықтауыш. Амал пысықтауыштың сұрақтары қалай, қайтып, қалайша. Амал пысықтауыш қимылсын үстеулерінен, көсемше тұлғалы етістіктен, еліктеу сөзден жасалады. Мысалы, жиналыста шапшаң сөйледі. Жиналыста қалай сөйледі? Бұл жерде қимылсын үстеуінен жасалып тұр. Шешесі баласының бетінен мейірлене сипады.
Қалай сипады? Мейірлене сипады. Бұл жерде е деген көсемше тұлғалы етістіктен жасалып тұр. Кешкі оттар жылт-жылт көрінді. Кешкі оттар қалай көрінді? Жылт-жылт көрінді. Бұл жерде жылт-жылт деген еліктеу сөзден жасалып тұр. Келесі пысықтауыштың түрі себеп пысықтауыш. Сұрақтары неліктен, не себепті? Себеп пысықтауыш өткен шақтық есімшеден жасалады. Мысалы, жұмысты бітірмегендіктен уақытында тапсыра алмады. Неліктен уақытында тапсыра алмады? Бітірмегендіктен. Ол қуанғаннан қозғалмай қалды. Ол не себепті қозғалмай қалды? Қуанғаннан қозғалмай қалды. Бұл жерде өткен шақтық есімшеден жасалып тұр. Келесі пысықтауыштың түрі мөлшер пысықтауыш. Мөлшер пысықтауыштың сұрақтары қанша, қалай? Мөлшер пысықтауыш мөлшер үстеулерінен мөлшер мәнді сан есімдерден жасалады. Мысалы, сабақта ұзақ сөйледі. Қалай сөйледі? Ұзақ сөйледі. Мөлшер үстеуінен жасалып тұр. Аз сөйлеп, көп тыңда. Қалай сөйлеп, қалай тыңда. Бұл жерде де мөлшер үстеуінен жасалып тұр. Білім алушы, сөйлем мүшесіне талдау тәртібіне назар аударалық. Олжабек сол түтіннің дәл түбінде көк өгізшені жіліктеп бұзып отыр. Не істеп отыр? Бұзып отыр. Баяндауышты тауып аламыз. Баяндауыш арқылы бастауышты табамыз. Кім бұзып отыр? Олжабек бұзып отыр. Олжабек қалай бұзып отыр? Жіліктеп бұзып отыр. Пысықтауыш қызметін атқарды. Олжабек нені бұзып отыр? Өгізшені толықтауыш қызметін атқарып тұр. Қандай өгізшені бұзып отыр? Көк өгізшені анықтауыш қызметін атқарды. Олжабек қайда бұзып отыр? Дәл түбінде бұзып отыр. Пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Ненің түбінде? Түтіннің түбінде. Қай түтін? Сол түтін. Екеуі де анықтауыш қызметін атқарып тұр. Енді бұл сөйлемде екі пысықтауыш бар. Бірі дәл түбінде, екіншісі жіліктеп. Сол пысықтауыштарға талдау жасайтын болсақ, дәл түбінде бұл пысықтауыш құрамына қарай күрделі пысықтауыш, себебі дәл және түбінде деген екі сөзден жасалып тұр. Мағынасына қарай мекен пысықтауыш, қайда деген сұраққа жауап береді. Жасалу жолына қарай түбінде жатыс септікте тұрған зат есімінен жасалып тұр. Мына жерде ніде деген жатыс септіктің жалғауы бар. Байланысу түріне қарай келетін болсақ, бұл дәл түбінде бұзып отыр. Жатыс септік жалғауы арқылы байланысу меңгеру болып тұр. Жалғау арқылы байланысып тұр. Екінші пысықтауышқа келетін болсақ, бұл жерде құрамына қарай дара пысықтауыш, себебі жіліктеп деген бір сөзден жасалып тұр. Мағынасына қарай амал пысықтауыш, қалай деген сұраққа жауап береді. Жасалу жолына қарай жіліктеп, п көсемше тұлғалы етістіктен жасалып тұр. Байланысу түріне келетін болсақ, жіліктеп бұзып отыр. Бұл жерде қалай бұзып отыр? Көсемше тұлғалы етістікпен жасалып, жанасу түріне жатады. Ешқандай жалғаулықсыз орын тәртібі арқылы байланысып тұр. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.